Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar, günaydın, görüşmek üzere, nasılsın? Ya dostlar, осындай өте көп түркше сәлемдесу және қоштасу түрлері бар. Бүгін сіздермен біз осы видеода қай сөзді қай кезде дұрыс қолдану керек, яғни түркше қалай дұрыс сәлемдесеміз, амандасамыз, соны және де екінші түркше өзімізді танысып, аты жөнімізді айтып, алғашқы диалогымызды құратын боламыз. Мұнымен бастайық достар. Түркіштерде өте көп танымал амандасу түрлерінің бірі мераба, мерхаба. Екеуі де, егерде сіз осы сөзді мераба немесе мерхаба деп айтсаңыз, екеуі де дұрыс. Жазылулары бірдей, тек қана әр кісі өзіне қарай, яғни өзі қалай айтқысы келеді, солай айтады. Мераба немесе мерхаба, яғни ол сәлем деген сөз. Одан кейін екінші günaydın, günaydın деген қайырлы таң, яғни таңертең айтатынымыз günaydın, қайырлы таң. Күндіз, яғни егерде күндіз біреуді көре қалсаңыз көшеде, iyi günler, қайырлы күн, iyi günler. Қараңыздар, iyi деген сөз қазақшадағы игі деген сөзге келеді. Gün деген күн, яғни игі, жақсы дейді ғой. Жақсы күн тілеймін сізге деген секілді. İyi günler. Кешке қарай, iyi akşamlar. Akşam деген кешкі уақыт деген сөз. Яғни iyi akşamlar деп айтылады. Түнгі уақытта iyi geceler. Gece деген түн. İyi geceler. Қайырлы түн. Жақсы, қайырлы түн тілеймін сізге дейді ғой. Енді бұларға қалай жауап береді? Егер біреу сізге günaydın деп айтса, сіз оған жауап ретінде günaydın деп айтасыз. Егер біреу сізге iyi günler деп айтатын болса, жауап ретінде iyi günler дейсіз. Біреу сізге iyi akşamlar деп айтатын болса, оған жауап ретінде iyi akşamlar дейсіз. Біреу сізге iyi geceler дейтін болса, ол кісіге жауап ретінде iyi geceler деп айтатын болады. Достар, сіздерге сәлемдесу түрлері түсінікті болса, енді қоштасу түрлеріне кезек келейік. Екі түрі бар. Біріншісі görüşmek üzere, görüşürüz. Яғни көріскенше көрісерміз деп аударылады қазақша. Görüşmek üzere, көрісерміз деп біреу айтса, оған жауап ретінде görüşürüz деп айтылады. Яғни көрісерміз. New York istikamet, güle güle sana, Galo Fikret. New York istikamet, güle güle sana, Galo Fikret. Hoşça kal, güle güle. Hoşça kal деген aman esen kal деген сөз. Güle güle, sağ бол. Яғни görüşmek üzere десе görüşürüz дейді. Hoşça kal деп айтса, güle güle деп жауап береміз. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Ал енді достар, өзімізді таныстырып өтейік, я түркше. Merhaba, benim adım Aygerim, soyadım Koşubayeva. Сәлем, менің атым Айгерім, фамилиям Koşubayeva. Яғни, осылай айтылады. Адым, соядым. Бізде сабақтарда, курстарда қатысатын оқушыларымыздың көбісі алғашқы сабақта осыны өте көп шатастырады. Benim adım. Яғни олар адим деп жазып қояды, ол өте қате болады екен. Оқылған кезде адым. Benim adım Aygerim, soyadım Koşubayeva. Яғни тегім Koşubayeva. Сонымен, merhaba, benim adım Aygerim, soyadım Koşubayeva. Senin adın ne? Достар, комментарийге астына өз аттарыңызды және тектеріңізді түркше жаза кетіңіз. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, басқа достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.